Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен сайт туралы сөйлесетін боламыз. Мен сіздерге сайт қалай жасалады, ол неден тұрады, жалпы сайт қандай болады, соның барлығын көрсетіп үйрететін боламын. Ең біріншіден сайттар қандай болады? Біз барлығымыз күнделікті көріп жүрміз. Мысалы, мінекей Apple компаниясының официалды сайты, мінекей платформаларының сайты бар, мінекей осындай түрдегі, мінекей тағы да осындай бірнеше түрлері бар. Біз сайттарды күнделікті көріп жүрміз, жалпы өзімізде, мысалы, интернетке кірген кезде әртүрлі сайттармен кездесеміз. Жалпы дәл осындай көріп өткен сайттарыңызды өзіңіз де жасай аласыз. Мен, мысалы, өзім жеке күнделікті осындай сайттарды жасап жүрген адаммын. Менің осыны үйренгеніме 2 жыл уақыттай болды. 2 жылдан асты десем де болады. Жалпы бұлдай сайт жасап үйрену ол өте қиын емес. Бірақ оңай да емес. Әрине, сізден еңбекті талап етеді. Сізге не керек? Ең алғашқы, ол әрине сізге компьютер керек. Әрине, қаншалықты жаңа болса, қаншалықты характеристика жағынан мықты компьютер болатын болса, сізге онымен жұмыс істеу жеңілірек болады. Бірақ жалпы қарапайым компьютерлердің өздері де жұмыс жасағанға жарайды. Ең алдымен жалпы сайт неден тұрады? Сайт фронтендтен және бэкендтен тұрады, сондай-ақ дизайннан тұрады. Ең алғашқымен веб-дизайнер дизайн жасайды сайттың, фронтендер, яғни біз үйренетін мамандық, біз үйренетін нәрсе, ол сайтты, жалпы дизайнға берілген сайтты, мысалы, мінекей Apple компаниясының сайты дейік, осыны веб-дизайнер Photoshopта немесе сол сияқты программаларда дәл осындай қылып жасап береді. Ал фронтендер оны кодқа түсіріп, мінекей осылай интернетке салатындай етіп жасайды, мінекей осылай ашылатындай етіп жасайды. Мысалы, хостингте тұрған сайттар, мінекей, мысалы, на ночные потолки хостингте тұрған жоқ. Бұл менің компьютерімнен ашылған сайт. Мінекей, бұл фронтенд. Және үшіншісі ол бэкенд. Бэкенд деген, мысалы, не, мінекей, заявка қалдыратын, мысалға. Осы жерде номер таңдаймыз ғой, мысалы. Заявка қалдырамыз, мына жерде ешкімге жібермейді. Бұл себебі фронтенд страница. Ал бэкендте ол осының барлығын обработка жасап, ол база данныхпен жұмыс жасайды, сондай-ақ программалау тілдерін қажет етеді. Біз оны қарастырмаймыз, біз фронтенд қарастыратын боламыз. Фронтенд неден тұрады? Фронтенд ең бірінші HTML-ден және CSS-ден тұрады. Сондай-ақ JavaScript оған қосылып бірге жұмыс жасайды. HTML дегеніміз язык разметки. Ол программалау тілі емес. Ал CSS дегеніміз язык стилі. Олар аттар айтып тұрғанда HTML страница ең алғаш болып жасалады. Ол үшін біз әрине папка ашамыз бірінші. Сосын мінекей создать деген кнопканы басып, бұл жерде қарапайым мінекей блокноттың файлын таңдаймыз. HTML страницаға әртүрлі есімдер жазуға болады, бірақ басты страницаларды индекс деп жазады. Расширениесіне HTML 4 әріптен тұратын сөзді жазамыз. Және осы жерде келісіп таған кнопкасын басамыз. Бірден мінекей Google форматына ауысты. Бірақ сізде расширение шықпауы мүмкін. Ол үшін мінекей мына жерде файл, параметры, вид және мына жерде мінекей скрывать расширение для зарегистрированных типов деген галочканы алып тастайсыздар және ОК дейсіздер. Сонда барлығы жұмыс жасайтын болады. Енді қараңыздар, мінекей HTML страницаны аштық. Міне біз оны кірдік, бірден Google-ға кірді. Міне бұл жерде түкте жоқ. Әрине, оның барлығы кодпен жазылады. Бұған енді қалай код жазамыз? Қай жеріне жазамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл сұрақтың жауабы бізге текстовый редактор керек. Кодты негізінде блокнотта да жаза беруге болады, бірақ ол өте ыңғайсыз. Текстовый редакторлардың көп түрлері бар. Оның ішінде тегіні де, тегін емесі де бар. Популярный ішіндегенде көп осы СНГ елдерінде қолданатындардың ішінде Atom бар, Sublime Text бар, VS Code бар, мысалы. Бүгін менің айтайын дегенім ол Sublime Text. Sublime Text мен өзім қолданам, өте тегін бағдарлама. Мінекей оның официальный сайтына скачать болады. Мінекей macOS-қа, Windows-қа және Linux-қа отдельный установкалар бар. Мінекей мен уже скачать етіп қойдым. Sublime Text. Ашам установкасын. Да. Next деп мына жерде установить етем. Және установить етілді. Енді іздейік. Мінекей Sublime Text. Бізге установить етілді. Бұл жерде жаңалықтар өзінің нелері. Sublime Text-пен жұмыс істемес бұрын, код жазбас бұрын бізге плагин керек. Әрине, біз сайт жасағандықтан, фронтенд жасағандықтан ең бірінші кезекте бізге Emmet деген плагин керек. Ол үшін енді бірінші Tools деген парақшаға кіріп, Install Package Control деп басамыз. Мінекей Package Control was successfully installed, яғни бәрі сәтті болды. Енді Preferences деген вкладкаға кіріп, Package Controlға кіреміз. Және бұл жерден Install Package деп
басатын боламыз. Және қазір бізге бір бет ашылады. Мінекей осы жерде барлық плагиндар бар. Emmet деп жазамыз. Мінекей алғашқы плагин. Emmet плагині сәтті түрде установить етілді. Бізге Emmet плагині не үшін керек болды? Қазір көресіздер. Мінекей новая папка және HTML страницамызды алып, осында әкелеміз. Және жалпы HTML разметка ол өте қалай айтсам болады. Өзінің коды бар, арнайы бастапқы коды болады. Сол кодты бұл жерде бізге қараңыздар. Мінекей леп белгісін бастым, тап деймін, мінекей дайын шығарып берді бізге. Осымен мінекей жұмыс жасауға болады. Документ деп тұр, мысалы title дейді, мысалы қараңыздар. Ол документ деген, ол қазір мен сіздерге көрсетемін, мінекей мына жерде документ деп тұр. Осы жердегі сөзі, мысалы аты десек болады. Мінекей бұл жерге не дейді, мысалы файл деп жазып қояйық. Сохранить етіп отыруды ұмытпаңыздар, міндетті түрде Ctrl+S. Ctrl+S дегеніміз ол сохранить. Обновить етеміз, міне файл деп аты өзгерді. Енді сайт мінекей оның ішіне мысалы жаза беруге болады да, мысалы ең алғаш код енді hello world деп басталады әр кезде. Соны жазайық бізде. Міне hello world деп шығып тұр. Жалпы мен сіздерді құттықтаймын. Біз алғашқы HTML страницамызды создать еттік, HTML бетімізді аштық деп айтуға болады. Жалпы кезекте енді бізге CSS керек. Енді CSS-ке бармас бұрын әрине HTML-мен танысып алғанымыз жөн. Ең алғашымен HTML-де жалпы тег деген нәрселер болады. Мысалға тег деген мінекей head тұр, body тұр, HTML, title деп тұр, мысалы meta деп тұр, және открывающийся тег, және закрывающийся тег деген болады. Мысалы мінекей head екі жерде тұр да. Открывающийся тегте жай head деп тұр осындай сызықтардың ішінде. Ал мына жерде слэш бар. Body да дәл солай. Одан кейін одинарный тегтер болады да, мысалы метада мысалы жабылатын тег жоқ деген секілді да. Жалпы оның барлығын біз келесі видео уроктарда қарастыратын боламыз. Ең алғаш сабақта біз сайттың не екенін түсіндік, HTML страницаны қалай ашу керектігін түсіндік, Sublime Text программасымен жұмыс істеп, қалай жүктеу керек, қалай установка жасау керек, қалай Emmet плагинін установить ету керек, барлығын да түсіндік деген ойдамын. Сондықтан да бүгінге осымен тәмам. Жалпы ары қарай дамитын болсақ, ары қарай сайттар жасап үйренетін боламыз. Келесі видео уроктарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.